Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіс филиалында бүгінгі күнде 998 талаба білім алмақта һәм оларға 52 профессор оқытушылар тәлім беріп келмекте. Соннан 6 ілім докторы, 24 ілім кандидатлары һәм философия докторлары. Ілімі дәрежелілік 57,6%-ды құрайды. Талабаларға беріліп атырған білім сапасын жақсылау бойынша материалдық техникалық база, оқу методикалық, ілімі инновациялық жұмыслар, халықаралық байланыстар һәм рухи ағартушылық тарауларда әмелге асырылатын ләжілерді қамтыған алда әрбір кафедра кесімінде, сондан келіп шыққан алда филиалдың білімлендіру сапасын жақсылауға қаратырған іс ләжілер ережесі іслеп шығылып, сот-икарда жұмыслар алып бару жолға қойылған. Бірінші нәубетте оқу орнының материалдық техникалық базасын жақсылауға үлкен ітібар қаратылған. Әзіргі уақытта филиалда жәмі 138 интернет тармағына жалғанған компьютерлер, 27 видеопроектор, 11 электрон доска, 56 видео бақылау камералары, ақпарат ресурс орайында бір инфокиоск талабаларға сапалы білім беру бағдарында қолданылып келінбекте. 2025-26 оқу жылында 67.210.060 сомлық оқу әдебиетлары, 170 миллион сомлық компьютер үскінелері, 28.468.000 сомлық мебеллер сатып алынды. Сондай-ақ филиалдың 3 оқу бинасында һәм талабалар тұрар жайларында 16 Wi-Fi зоналары жаратылған һәм интернет тезлігі 155 мегабит секундқа асырылған. Филиалда талабалар білімін бақылауда әділдік, таза һәм қалыс системаны енгізу мақсатында Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2020 жыл 31 декабрдегі жоғары оқу орындарында білімлендіру процесін шөкірместіру менен байланысты болған системаны жетілістіру ләжілер хақындағы 824 санлы қарарының қосымшасымен тасдиқланған жоғары оқу орындарында кредит модуль системасын енгізу тәртібі хақында низам талаплары тикарында оқу процесі алып барылмақта. Сонымен бірге жоғары білімлендіруді басқарудың хемис ақпарат системасы енгізілген болып, барлық профессор оқытушылар, қызметкерлер, талабалар һәм магистрантлардың мағлұматлары системаға толық кіртілген. Талабалар үшін хемис ақпарат системасынан пайдалану үшін қолданба һәм көрсетпелер системаға толық жайластырылған. Профессор оқытушылардың тәжірибесін асыру һәм қанигерлігін жетілдіру бойынша 2026 жылда 13 профессор оқытушылар тәжірибесін асыру курсларына жіберілген. Және де қосымша 9 профессор оқытушы халықаралық жоғары оқу орындар рейтингінде жоғары орындарда тұрушы, шет ел жоғары оқу орындарында қанигерлігін асырып, сертификатларын алған. Сондай-ақ шет ел жоғары оқу орындарынан 6 профессор оқытушылар сабақ процесіне қамтылып, талабаларға сабақлар өтті. Тасдиқланған ережеге муафық филиалда жаңа әулет әдебиетларын жарату бойынша да филиал профессор оқытушылар тарапынан бір қанша жұмыслар алып барылды. Атап айтқанда 2026 жылда 3 сабақлық 9 оқу қолданба Өзбекстан Республикасы жоғары білімлендіру ілім һәм инновациялар министрлігі жанындағы муафиқластырушы кеңестен өтіп, тиісті сертификатларын алды һәм баспадан шығарылды. Сондай-ақ профессор оқытушылардың ілім зерттеу жұмыслар нәтижелілігі бойынша 5 монография баспадан шығарылды. Филиалда ілімі дәрежелікті асыру һәм кафедраларды ілімі дәреже һәм ілімі атақларға ие болған қанигерлермен толықтыру бойынша да сезілері нәтижелерге ерісілді. Жұмақланған оқу жылында 5 докторант һәм ізленушілер өзлерінің ілімі диссертацияларын табысты қорғады һәм 2 профессор оқытушы доцент ілімі атағын алды. Филиал профессор оқытушылар тарапынан шет ел жоғары оқу орындары алымдарымен біргелікте 4 патент алуға ерісілді. Зирек талабаларды әр тәріфлеме қолдап қуатлау, оларды ілімі ізленушілік жұмысларына бағдарлауға айрықша ітібар қаратылған болып, ұстаз-шәкірт системасы тикарында да нәтижелі жұмыслар алып барылмақта. Өткен жылда көптеген талабаларымыз шет ел жоғары оқу орындары менен халықаралық конференциялар, семинарлар, оқу жойбарларында табысты қатынасты. Ілімі басшыларымен біргелікте мақала һәм тезислерін баспадан шығарды. Ең көзге көрінерлік нәтижелерден бірі 2026 жылда 5 талаба президент һәм басқа да атақлы стипендиялардың жеңімпазлары болды. Филиалда ветеринария һәм зооинженерия бағдарлары бойынша ілімі дөңгелеклер, сондай-ақ талабалардың бос уақытларын мазмұны өткеруге бағдарлаушы бір қанша дөңгелеклер шөгімлестірілген болып, оларға көптеп талабалар қамырап алынған. Жоғарыда айтып өткенімізде 2026 жыл үшін іслеп шығылған іс ілежілер ережемізде де филиалда жоғары білімлендіру сапасын
жоғарылату бойынша көрсеткішлерге ерісуді алдымызға мақсат етіп қойғанбыз һәм жәмәатіміз бенен жоғары табыстарға ерісіп бару жолында біргелікте жұмыстар алып барамыз.